үй жағдайда заварной кремді істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Өте әдемі, керемет болып шығады. Бір істегеннен керемет болып шығады. Бізге керек заттарымызды дайындап алдық. Жұмыртқамызды шағып аламыз. Жұмыртқамызды шекерімізді алып араластыратын боламыз. Шекер еру керек. Әбден араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Тағы да араластырамыз. 1 қасық, 2 қасық, 3 қасық, 4 қасық ұнымызды салатын боламыз. Крахмалымызды алып, араластырып, қатты араластыратын боламыз. Қазанның астына жай қойып, табаларыңыздың асты қалың болса да болады. Асты қалың болу керек. Жай отта әбден тоқтатпай араластыратын боламыз. Парақшама тіркеліп алыңыздар. Тоқтатпай араластыратын боламыз. Араласқанда өзі жайлап қоюланады. Қараңыздар, көпіршіктер пайда болды. Сол кезде дайын болды деген есеп. Бөлек ыдысқа құйып аламыз. Барлығын сармайымызды салып, бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Креміміз дайын болды. Холодильникке 2-3 сағатқа кеміт қойып қоямыз. Пищевой пленкамен ауа қалмайтындай қылып жауып қоямыз. Видеодағыдай. Парақшам пайдалы. Бұл кремден көп қожықтердің арасына қоссаңыздар болады. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар.